Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар. Біздің Саулық Лайф онлайн марафонымызға, жастардың репродуктивті денсаулығын сақтау жобамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі марафонымыздың тақырыбы әйелдердің репродуктивті жүйесі. Мен акушер-гинеколог Ғайза Мұратқызы бұл тақырыпты айтатын. Сұрақтарыңыз болса, эфир аяғында сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Эфир аяғында міндетті түрде жауап беремін. Жалпы репродуктивті жүйе деп отырғанымыз бұл бала тууға арналған жүйе, яғни оның мақсаты бала туу болып табылады. Және де жалпы жыныстық қатынастың екі мақсаты бар, яғни бұл балалы болу және сексуалды ләззат алу болып табылады. Яғни егер де біздің жатырымыз, жатыр түтіктеріміз, яичниктарымыз, жатыр аналық жасушалар, аналық бездеріміз өзінің мақсаты балалы болуға жұмыс істесе, қынаптың мақсаты осы жыныстық қатынасқа түсу болып табылады. Жалпы жыныстық мүшелер, репродуктивті жүйе сыртқы және ішкі жыныстық мүше болып бөлінеді. Сыртқы жыныс мүшелеріне бізде қасаға кіреді, немесе лобок орысша. Одан төмен қарай түскен кезде большие половые губы, үлкен жыныс еріндері, үлкен жыныс еріндерінен ішке қарай кіші жыныс еріндері. Осы қасағада және үлкен жыныс ернеулерінде түктер өседі, май қабаттары болады, тер түтікшелері болады, яғни тер шығару түтікшелері болады. Ал мына кіші жыныс еріндерінде бұл жерде түктер болмайды, шырышты қабатпен жабылған, нәзік болады, және оларда шаш пен май қабат талшықтары болмайды. Бұл кіші жыныс еріндері негізі жасөспірім қыздарда, кішкентай қыздарда, нәрестелерде көрінбейді, тек үлкен жыныс еріндерін ашқан кезде ғана көрінеді. Және осы кіші жыныс еріндері үстіге қарай, жоғары қарай, яғни қасағаға қарай бағыттала, клиторда түйіседі. Клитор деп отырғанымыз бұл сондай кеуекті дене болып табылады. Кеуекті, кавернозды дене болып табылады, және оның негізгі мақсаты, яғни функциясы ләззат алу болып табылады, яғни әйелдің қозуына жауап береді, және бұл жерде өте көп нерв талшықтары болады, шырышты қабатпен қапталған, және кіші жыныс еріндерін ашқан кезде ішінде бізде қынаптың кіреберісін көреміз. Қынап кіреберісінде бізде қыздық перде орналасқан. Қыздық пердеден біз көріп тұрғанымызда бұл жерде қынаптың тесігін көреміз, және қынап кіреберісіне бізде зәр шығару түтігі ашылады. Енді ішкі жыныс мүшелері. Ішкі жыныс мүшелері бізде мына бағанағы айтқан қынап кіреберісі, қынап кіреберісінен қынапқа қарай өтеміз. Қынаптан кейін жатыр денесінен және жатыр мойнынан тұрады. Жатыр екі жақта екі түтікке жалғасады, және түтіктер екі оң және сол аналық бездерге жанаса орналасады. Яғни олар бекінбеген, тек жанаса орналасады, жанында орналасады деген сөз. Яғни бездерден бізде жыныс гормондары бөлініп шығады. Жалпы жыныстық жетілу туралы айтатын болсақ, ұл баланың да қыз баланың да денесінің, ағзасының қайтадан қалыптасуы бір уақытта басталады, шамамен 7-8 жас кезінде басталады. Бұл кезең андренархия деп аталады, андрогендердің бөліне бастауынан бастау алады. Бұл гормондардың көп бөлігін бүйрек үсті безінің қыртысы шығарады. Бүйрек үсті безінің андрогендері біздің ағзамызда барлық мүшелерге әсер етіп, ағзамыздың қайта құрылу процесін, перестановка процесін бастайды, яғни активті белсенді даму процесін бастайды. Бұл әсерді бастан кешіретін органдардың бірі мида орналасқан және аналық
мида орналасқан және аналық бездердің жұмысын қамтамасыз етіп реттеп отыратын гипофиз болып табылады. Жалпы мида гипофиз гипоталамус деген орын бар. Гипоталамустан бөлінетін гормондар гипофизді белсендендіреді. Гипофиздің гормондары олар ФСГ фолликулостимульдеуші немесе ынталандырушы гормон және лютеиндеуші ЛГ гормондарын бөледі. Осы гормондардың нәтижесінде аналық безден гормондар, жыныстық гормондар бөліне бастайды. Андрогендер, эстрогендер, прогестерондардың синтезделуіне осы ФСГ мен ЛГ алып келеді. Өз кезегінде бұл эстроген, андроген, прогестерондар аналық жалпы жатырға, сүт безіне, қынапқа өздерінің әсерін тигізеді. Яғни олардың органы мишень дейді, яғни әсер ететін органдары осылар болып табылады. Өтпелік кезең 8 бен 12 жас аралығын қамтиды. Ал екіншілікті жыныс белгілері 10 мен 15 жас аралығында пайда болады. Яғни жыныс белгілері деп айтып отырғанымыз бұл омыраудың ұлғаюы, етеккірдің пайда болуы. Қыздар ұлдарға қарағанда 2 жылда ертерек есейе бастайды. Қол аяқтары денесіне қарағанда тезірек өсіп, пропорционалды емес бола бастайды. Жыныстық жетілудің айқын белгісі бұл омыраудың ұлғаюы және бұл кезеңді телархия деп атайды. Омыраудың ұлғаюынан кейінгі кезекте қасағада, яғни лобокта түктер пайда болады. Қолтық астында түктер пайда болады, аяқ пен қолдарда түктер пайда бола бастайды. Бұл кезеңнен кейін менструация пайда болу қажет, бірақ та омырау ұлғайғаннан кейін, яғни телархиядан кейін 1,5-2 жылдан кейін ғана алғашқы менструация, менархия пайда болу қажет. Және осы этаптылықты, кезеңділікті бұзуға болмайды. Яғни егер де қандай да бір өзгерістер болатын болса, онда біздің гормондарымызда бұзылыс болды деген сөз. Ең бірінші омыраудың өсуі, сүт безінің өсуі, одан кейін қасағада, қолтық астында түктердің пайда болуы және омырау ұлғайғаннан кейін 1,5-2 жылдан кейін етеккірдің, менархияның пайда болуы. Бұл жыныстық белгілерден бөлек өтпелі кезеңде тағы да басқа өзгерістер болады қыз баланың бойында. Бұл тершеңдік, тердің өзіне тән иісінің пайда болуы, тері типінің өзгеруі, гормондардың әсерінен тері майлана түседі, теріде аздаған безеулер пайда болуы мүмкін. Және жалпы ағзасы, денесі әйелдік типке ұқсап дөңгелене түседі, аздаған салмақ қосып майғабат ұлғая бастайды, бөксе кеңейе, жамбас сүйегі ұлғаяды. Бұның барлығы қалыпты жағдай болып табылады. Және әрине пубертатты кезеңде пубертатты бөліндінің пайда болуы болады. Және бұндай кезеңде қыздарға интимдік гигиена туралы ақпарат беріп, олардың жиі жуынып, іш киімдерін ауыстырып тұруы дұрыс. Енді менструалдық цикл туралы айтатын болсақ, менструалдық цикл бұл әйелдердің репродуктивтілігінің негізі болып табылады, айнасы болып табылады. Әр ай сайын әрбір ересек әйелдің денесінде аналық жұмыртқа пісіп жетіліп шығады, аналық безден аналық жұмыртқа пісіп жетіліп шығады және ол пісіп жетілу барысында жатырдың ішкі қабаты, эндометрия қалыңдай бастайды. Қалыңдап, бұл ұрықтанған аналық жасушаны бекітіп алу үшін қалыңдай бастайды. Яғни, мына аналық безден шыққан аналық жасуша ұрықтану қажет болады және жатыр осы ұрықтанған аналық жасушаны бекіту үшін әр ай сайын өзі функционалды қабатын өсіріп отырады. Ал егер де осы аналық жасуша ұрықтанбаған болса, онда аналық жасушамен бірге жатыр қабаты да сыртқа шығып кетеді, яғни менструация болады. Менструалды цикл деп отырғанымыз бұл етеккір басталғаннан бірінші күннен бастап келесі етеккірге дейінгі уақыт аралығын айтамыз. Қалыпты жағдайда бұл 24-35 күн аралығын қамтиды. Бірақ та алғашқы етеккір келгеннен кейін 1,5-2 жыл ішінде ол реттелуі қажет, бірақ та соның өзінде де 3 айдан артық уақытқа жоғалып кетпеуі қажет. Яғни 1,5-2 жыл ішінде ол ретсіз келуі мүмкін, бірақ 90 күнге етеккір жоқ болмауы керек.
сол себепті де менструация күнтізбесін жүргізген жөн. Жасөспірім қыздар міндетті түрде, жалпы әйелдер етеккір күнтізбесін жүргізу қажет. Бұл дәрігерлерге тез диагностика жасауға да өз септігін тигізеді, қандай бағытта анализдер тағайындауға да өз септігін тигізеді, және өзіңіздің денсаулығыңыздың, репродуктивті функцияңыздың қаншалықты дұрыс істеп жатқаны бұл менструалды циклдың дұрыстығына байланысты. Жаңағы айтқандай, аналық безде бізде жалпы менструалды цикл бізде фолликулярлы фаза және лютеиндеуші фазадан тұрады. Бұл фазаларды бөлетін овуляция болады. Фолликулярлы фазада бізде гормондар өсе бастайды, етеккір кетеді, етеккір бітті, одан кейін бізде гормондар өсе бастайды. Осы жыныс гормондарының ең жоғарғы деңгейіне келген кезде аналық безден аналық жасуша жарылып шығады, яғни овуляция пайда болады. Овуляция деп отырғанымыз аналық безден аналық жасушаның жетіліп шығуы. Бұл да әрине осы жыныс гормондарының әсерінен болады. Овуляция болғаннан кейін лютеиндеуші фаза басталады. Лютеиндеуші фаза кезеңінде бізде жатыр өсе бастайды. Яғни мына пісіп жетілген аналық жасуша ұрықтанғаннан кейін осы жатырдың ішіне бекінуі қажет. Бұл кезеңде аналық жасуша шыққан орнында сары дене деген болады. Осы сары денеден прогестерон гормоны бөліне бастайды. Прогестерон гормонын немесе жүктілік гормон деп те атайды. Бұл гормон осы жатырдың өсуіне, жатырдың эндометрияның өсуіне септігін тигізеді. Егер де аналық жасуша ұрықтанбаған болса, аналық жасуша сыртқа шығып, етеккір циклы қайтадан басталады. Жалпы овуляция бұл менархиядан кейін 3-ші жылда қыздардың тек 50%-да ғана болады, үнемі болады, ал қалған 50%-да ретсіз болжанбайтын уақыттарда болып жатады, және жыныстық жетілу аяқталғаннан кейін де кейде ретсіз болуы мүмкін. Яғни біз овуляцияның қашан болатын, қалай болатын тек инструменталды және анализдер арқылы ғана біле аламыз. Менструалды қан, жалпы менструация мен менструалды циклды әйелдер шатастырады. Менструалды цикл дегеніміз жаңағы айтқанымдай менструацияның етеккірдің келген күннен бастап келесі етеккірге дейінгі уақыт аралығы, ал менструация деп отырғанымыз бұл 3-8 күн аралығында болатын қанды бөліністер. Қалынды бөлінділер әдеттегі қанға қарағанда өзгешелеу және иісі де өзгеше болады, түсі де сәл қаралау болып келеді. Себебі бұл жерде жатырдың ішкі қабаты шығып отыр. Қалыпты жағдайда 3-8 күн аралығында және етеккір аяқталғаннан кейін ішкі шырышты қабаты эндометрия қайтадан қалыңдай бастайды, қайтадан келесі ұрықтануға дайындала бастайды. Қалыпты жағдайда алғашқы менструация 10 мен 15 жас аралығында келуі қажет. Менструалды цикл 24 пен 35 күн аралығына дейін созылу қажет, бірақ та алғашқы етеккірден кейін 1,5-2 жыл ішінде қалыпқа келу керек. Менструация күндері 3 пен 8 күн аралығы, күнделікті 3-4 прокладка ғана толатын болса, бұл қалыпты етеккір мөлшері болып табылады. Жалпы етеккір барысында 60 миллилитрға дейін 60-70 миллилитрға дейін қанды бөліністер шығады. Яғни күнделікті 3-4 сағат сайын ауыстырған 3-4 прокладка жеткілікті болу қажет, және түнгі уақытқа бір жастықша бір прокладка жеткілікті болу керек. Етеккірдің алғашқы күндері іштің астыңғы бөлігі аздап тартып ауыртатын болса, дискомфорт болатын болса, бұл қалыпты жағдай. Бірақ та адамның, қыз баланың күнделікті өміріне, оқуына, жұмысына кедергі келтірмеуі қажет. Қандай жағдайда дәрігерге қаралу қажет? Егер 8 жастан кіші қызда алғашқы етеккір пайда болатын болса, және де 16 жастан асқан қызда етеккір әлі болмаған болса, етеккірдің 3 ай немесе одан да көп уақыт ішінде
әлі реттелмеген етеккір реттелмеген қызда жоғалып кетсе, яғни 90 күннен артық етеккірі болмаса, немесе реттелген ересек әйелде немесе реттелген етеккірі бар қыз балаларда менструалды цикл 35 күннен артық немесе 24 күннен кем болатын болса, етеккір 8 күннен артық келетін болса, немесе күндіз 5 прокладкадан толғанға, яғни 5 прокладка толып және одан да көп қолдануға мәжбүр болатын болса, немесе түнде прокладканы ауыстыруға қажет ететін болса, бұл етеккір мөлшері көп, яғни дәрігерге қаралу қажет деген сөз. Егер етеккір 3 күннен кем болатын болса, немесе күніне бір прокладка ғана толық тола алатын болса, немесе мүлдем толмайтын болса, бұл етеккір мөлшері аз, бұл да дәрігерге қаралу қажет деген сөз. Етеккір үнемі ауырсынумен өтетін болса, жалпы жағдайдың нашарлауымен өтсе, менструация арасындағы қанды бөліністер, яғни цикл ортасында қанды бөліністер болатын болса, қышыну, тітіркену, ашу сезімдері болатын болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Сонымен қатар, сүт безі 13 жасқа дейін дамымаса, немесе 8 жасқа дейін дамыған болса, онда дәрігерге қаралу қажет. Сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған мен акушер-гинеколог дәрігер Ғайза Мұратқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.